Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге оқырман подкасты және оның жүргізушісі мен Құдайберген Дінмұхаммед. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы егемендік, тәуелсіздік бастауы. Егемендік. Осы сөздің ішінде біз үшін қаншама тарих, арман мен күрес жатыр. Ол жай ғана саяси статус емес, ол біздің болашағымыздың бастауы. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған сәттен бастап, біз жаңа дәуірге қадам басып, өз жолымызды таңдадық. Бірақ егемендік дегеніміз не? Ол не үшін маңызды? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Егемендік бұл тек саяси тәуелсіздік қана емес. Ол біздің ұлттық болмысымызды, мәдениетімізді, тілімізді, дәстүрлерімізді сақтап, оларды жаңа дәуірге жеткізудің символы. Егемендікке қол жеткізген сәтте біз өзіміздің тұлғалық болмысымызды әлемге таныттық. Сол арқылы біз ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы арман еткен құндылықтарын іске асыра бастадық. Қандай арман! Қазақстанның жерінде халқында еркіндік, тәуелсіздік, өз тағдырын өзі шешетін уақыт келді. Осы уақытқа дейін біз тек басқа елдердің ықпалында болдық. Ал тәуелсіздік алғанда біздің тарихымыздың жаңа тарауы басталды. Алғашқы жылдар ауыр болды. Бұл тек саяси шешімдер ғана емес, экономикадағы, қоғамдағы өзгерістердің кезеңі еді. Бірақ осы қиындықтар арқылы біз жаңа мүмкіндіктер әлеміне қадам басып жаттық. Қазір біз тәуелсіздік алғаннан кейін 30 жылдан аса уақыт өтсе де, осы уақыт ішінде қол жеткізген жетістіктеріміз аз емес. Қазақстанның экономикасы өсті, халықаралық аренада өз орнын тапты, жаңа салалар ашылып, әлемге таныла бастадық. Егемендіктің маңызы тек бүгінгі күнде емес, ол біздің кейінгі ұрпаққа, болашаққа да байланысты. Тәуелсіздік бұл еркіндік, бірақ сонымен қатар үлкен жауапкершілік. Біз өз тағдырымызды өзіміз шешеміз, өз жолымызды өзіміз таңдаймыз. Бұл жерде біз тек бүгін ғана емес, ертеңді де ойлайтын халықпыз. Жастарға өз тарихын, мәдениетін білу маңызды. Олардың осы тәуелсіздікті қадірлей білуі, оны болашаққа жеткізе білуі ең үлкен міндет. Сондықтан тәуелсіздік дегеніміз тек бір күндік еркіндік емес, ол бізді біріктіріп, болашақ ұрпаққа аманат ретінде қалатын ұлы мұра. Егемендік бізге тек өткенді сыйлап қана қоймай, болашаққа деген сенім ұялатты. Ол біздің ұлттық болмысымызды, мәдениетімізді, тілімізді жаңғыртуға мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда әрбір қазақстандықтың қолында тәуелсіздік туы бар. Әрқайсымыз өз мемлекетіміздің болашағы үшін жауаптымыз. Осы тәуелсіздікті қадірлей отырып, оны нығайту үшін барымыз салайық. Егемендіктің әрбір күні бұл біздің еркіндігіміз бен болашаққа деген сеніміміздің символы.